Ассаламу алейкум. Бүгін Букастың 4-ші саны һәм бүгін біздер рус классик жазушысы, драматург, врач һәм сценарист Михаил Булгаков хақында сөйлесеміз һәм оның шығармаларын өзара додалаймыз. Булгаковтың өмір хақында азғантай бастап алсақ. Әлбетте, әрдайым бірінші өмірбаяннан бастау керек. Кітапларын әкеліп не оқыдық, не қылдық. Бірақ өмірбаянын үйрену шарт, себебі әрбір жазушының өмірбаяны олардың шығармаларын тәсір етеді. Ол өткен саналарымыз айтқан шайыр жазушылар әммесі. Себебі адам өзінің басынан өткергені, тәсірленген нәрселерін жазады. Енді өмірбаянына келетін болса, Киевта туылған. Украинада. Жүр бір жақсы шаңақта тәрбие көрген. Бұның бір себебі әкесі қатал болғанда, кішкентай кезінде рус тілімен бірге француз, англичан, неміс, грек һәм латын тілдерін үйренген. 1930 жылға келіп, Италия мен испан тілдерін қосқанда. Мен өткен саналарымызда айттық, Ибраим Юсупов, Еркін Вахидовлардың таланты болған, бірақ артында базасы болған дедік қой. Бұның сондай базасы болған да, оған талант берілген, бірақ базасы да болған. Болмаса бұның шығармалары ондай өткір болмаған болар еді. Білеміз, Ошбакер болған. Армияға қабыл етілмей қалған. Қазіргі біздің тілімізбен айтқанда Негодин дейді ғой. Негодин болып қалған, бүйрек жетіспеушілігіне ауырған. Бірақ сонда да мен бараман, армияға қызмет етемен, еш болмаса флот врач қылып алың деп арза береді. Медициналық комиссия онан қабыл етпей қалады. Сөйтіп Қызыл Крест деген дүние бойлап жүреді оған швакерлер топары, соған арза болады. Кейін мен сөйді бір нәрсені қатты айтқым келеді. Бір сондай сөз бар, әрбір жетістікке еріскен инсанның, еркек инсанның артында бір күшті хаял тұрады деген. Әлбетте, хаялы жүдә күшлі адам болған бұның. Сакен Сайфуллин, Чингиз Айтматовтың әкесі, Достоевский карта ойнаған, қарызға батқан. Сол батқан жерінен шығарған әйелі болады ғой. Анна Достоевский тақаншақларын сатып, кел жазайық деп тартқанда, Булгаковта сондай болған. Татьяна Лаппа деген хаялы болған да. Үш хаялынан негіз өздерін аямаған. Бірақ Татьяна Лаппаның атының ядында қалғаны, оның мемуарын оқып едім да. Сода айтады, тойымыз күні менде еш нәрсе жоқ еді дейді. Хәттекі той көйлегі жоқ еді дейді. Анам тойыма келді дейді, қорқып жылап жіберді дейді. Соншалық дәрежеде. Кейін жаңағы бүйрек жетіспеушілігі ауырған дедік, ол морфий ішкен. Несін азайту үшін, ауруын азайту үшін. Мысалы, білеміз, әмеге белгілі Кока-Кола ішімлігінен Джеймс Пембертон бірінші мәрте шығарған кезде ол морфий ішкен. Менде морфий деген кітабы бар. Бұл морфий бар ғой, оның өміріне толық байланысы бар. Себебі өмірінің ақырына шеккен бұны қабыл етіп келген деген деректер бар. Кім? Татьяна Лаппа дистерленген су беріп, Булгаковты содан қайтарғанда. Достоевскийді хаялы қайтарғандай, Булгаковты да кетіп бартқан жеріне алып қалған инсан да. Өзі күшлі жазу, жаңа айтқан дұрыс. Болмаса Достоевскийдің өзін көп жасамасайды, анандай несіменен, әйелі оны біз не қылымыз денсаулығына қарап, әммен нәрсесімен не қылған. Енді оның атақты шығармасына тоқталсақ, шығармалары жүзі аз жазған. Мысалы, өткен санда Александр Дюма хақында сөйлескен болсақ, жүзі көп колоссальный кітапларды жазғанлығын айтқан болсақ, бұл ұлыма наоборот, Булгаков аз санда жүзі үшті санаулы бармақпен санаулы романдар бар, бірақ әрбір романы сондай дәрежеде жазылған. Енді оның әмме білетіған шығармасы бұл Мастер и Маргарита деп. Ұстаған Маргарита. Әртүрлі қылап келдік, эксклюзивный классика, өзбекше, орысша, әммесі. Мастер и Маргарита, Ұстаған Маргарита, бұл шығармасы оның ең шақ асары деп айтады. Ең шығармасының шыңы. Сөйде, мен айтайын, қақын көрдім кешесін. Саған көрді беремен бәрі. Әрбір шығарманың, мен өзім субъектив пікірім, интригасы ортасында болады, ақырында болады, әме күтеді. Бірақ бұл кітаптың интригасы мен өзім үшін басында. Легендарный жері Патриарх көлі бойында, Воланд, Бездомный, Берлиоз үшеу отырып сөйлескенді. Сол жерін мен, егер рұқсат берсеңіз, Бекзатқа бере қойын деймін. Сол жерін бір жақсылап ашып берсе. Қолыны отырып па? Жаңағы мен үшеумізден отырген сол ұқсап. Ұлымалық мәнде көп адамға бұл шығарма жүдә қиын не сақланады, мына шығарма. Мысалы, бірінші оқыған адамға түсініксіз жағдай алып келеді. Неге? Себебі романның ішінде роман, уақияның ішінде уақия жүдә көп. Үш уақия теңдей параллель кетеді ғой. Бұл шығарманың ішінде тек бұл тарихи
бұл сатирик, бұл мистика, бұл философия бар ішінде де. Бұның ішінде жүдә көп, ана айтаман десең, және жанрдың әрқайсысына тоқтала беруге де болады да. И менің бірінші несі ітібарым тартқан, жаңа сен айтқандай, Патриарх көлінде басыланатығын үш уақия кетеді параллель. Біріншісі Патриарх көліндегі Воландпен ұшырасу. Екіншісі Мастердің жазған Пантипилат хақындағы шығармасы кетеді. Үшіншісі сол Мастер и Маргарита. Бұл үш зат параллель кеткеннен кейін оқушы оқып отырғанда шатасып кетеді. Содан кейін бұл оқушының санасында қиынырақ. Жаңа айтқандай күшлі, білімі күшлі болғаннан кейін шығармалары қатты күшлі да. Мен наверное келетін болсақ, бірінші басылануының өзінде де эпиграф, кітапқа эпиграф қойған кезде де қаттыға ақылы болып қойылады да. Мына мен бірінші эпиграфтан уже сынасаң да. Неге? Мен сөйлеріне оқып берейін, кімсен айт, мен харгиз яманлық тілеп, яқшылық қылгөчі күшінің бір қысымы деп Гетенің Фаустынан алғанда, бұл жерде не зат айтады? Шайтанның сөзінен айтып отырған жоқ па? Яғни мен сен кімсең айт деген кезде мен харгиз жамандық тілеп, жақсылық қылушы бір күштің бір қысымыман деп жатырды да. Үлкен гәп та. Уақия сол Патриарх көліндегі бір жазушы, бір шайырдың сөйлесінен басыланады. Бездомный мен Берлиоз. Берлиоз бездомный тахаллус, яғни өзінің кличкасы екен. Шайырдың өзінің несі? Кличкасы. Екеуі бір шығарманы талқылап отырыпты. Бездомный менен Берлиоздың ұшырасқан жерінен басыланды ғой. Екеуі кімнің Иисус Христос хақындағы кітабынан сөйлесіп жатқан жерінен басыланды. Қызығы Берлиоз айтып отырыпты да бездомныйға, сен мына шығарманы қайттан өзгер, сен Иисусты қатты ғана тарихта болғандай қылып жазып бергенсің деп айтып отырыпты да. Бір-біріне сол жерде бір шетеллі бір адам пайда болды дейді. Сол жер яман зор. Шетеллі бір адам пайда болып, өтіп бара жатып гәпіңізге аралассам бола ма? Сол жерде ана келген кезде бар ғой. Тәсір болды дейді ғой, миым айланып қалды, шайқалып қалды дейді. Киносында да, киносын көрсеңіз, киносында да бар ана экранлар деп қалтырап, уже шайтан келіп жатқан білініп жатыр да берген. Қызығы оқушыларға не үшін айтайық? Воланд бұл шайтан. Шайтанды не қылған. Мен Булгаковтың күшті тарихы, бұл совет дәуірінде жасаған, білесіз, совет дәуірінде дінге қарсы болған, дұрыс емес па? Дінге қарсы болған жәмиетте, құдайсыз жәмиет деп айтайық, құдайсыз жәмиетте бұл құдай хақында, сол нелер хақында көп жазған адам да, батырлығы сол жерде. Бұл хақында көп критика бар, басқалар жақлайды. Енді жаңа жерін айтсақ, тоқтап тұрың, мен гәпіңізге қосылайын, не қыласыз деп айтады ғой, сондай бұл Иисус Христосты тірі бардай қылып көрсеткен, сонда хайран қалып, шайтан хайран қалады да. Ал сонда сіздер Иисус Христосты бар екен деп сенбейсіз ба дейді. Жоқ, біздер сондай атеистпіз, біз сенбейміз, Құдайға сенбейтін құлдармыз дейді да. Ең ақырғы жері маған ұнайды да, сол баптың ақырындағы несін мен сөзбе-сөз оқиын. Қандай қылып жазған? Сондай кезде толмай қала ма? Біләсіз, есіңізде болсын, Исо болған дейді да, жаңағы Иса бар деп жатыр да. Берлиоз соң сөзін айта жақта, біләсіз ме, профессор, деді Берлиоз зорама-зораке жылмай. Бізде сіздің біліміңізді құрмет қыламыз, бірақ біздер сондай жәмиетпен десе, оған бір қандай да бір гипотез болған дәлел керек қой деп айтқан кезде ешқандай дәлелдің керегі жоқ, Иисус болған деп бір сөзбенен жауап қояды да. Ана адам, біздер дүнияны адам басқарады деген теорияны айтқан ғой. Сол жерде сол жерін айтып кетсем, адам дүнияның хүкімдары, табиғаттың, һәмме заттың үстінен инсан хүкімдарлық етеді деген кезде Воланд айтады, сен бүгін кеште не қылсаң ал дейді да. Мен сөйлей яман ұнайды да. Бүгін кеште сен жиналысқа бараман дейді. Ал сен жиналысқа бара алмайсың дейді да. Анюша ма еді, кім еді? Анушка майды төгіп қойды дейді да. Майдың не қатынасы бар деп айтқан кезде, оны сен сонымен өліп кетесің деп айтып жатырды да. Оқушыға айтуым үшін Анушка майды төкті деп түсініксіз болады да. Бірақ ол үйіне қайтып бара жатқан кезде сол майға тайып кетіп, троллейбус па астына түсіп кетіп, пойыз басын кесіп өтеді да. Воланд сонымен не айтacak? Сен адам, сен дүнияны басқараман деп жатсаң, ал сен бүгін кеште не қылатыныңды білмейсің, сен бүгін кеште не зат қылатыныңды білмейсің сен дейді да. Сен қалай дүнияны басқарамын, сен өзіңді басқара алмайсың ғой деп айтады да. Сөйтіп анау қасындағы бездомный болуы мүмкін емес, анау мынау деп не қылған кезде сен оны жиллаханадан білесің дейді ғой. Сонда ана басы үзіліп кеткен кезде ана паникаға түсіп, милицияларды шақырып жатса, Воланд милицияға беріп жібереді ғой. Милиция оны жиллаханаға барып тығады да. Қандай сатира болып жатырды. И қара адамның үстінен күліп жатырды да. Шайтан болып тұрып адамның үстінен күліп жатты. Сен кімсің, әй деп жатырды да.
ойланған кезде ақырында кетіп бара жатқан кезде құдайдың жоқ екенін, бар екеніне сенбейді екенсіз, еш болмаса шайтанның бар екеніне сенің деп айтады ғой. да. Бұл енді көп мына негатив болып қалады оған. Осы жерде кімнің Ибраим Юсуппенен шайтанның шағымына да тоқталсам жақсы берілген да. Мынаның шығармасынан ашып береді деп ойлаймын да. Тап сол ана шайтанның шағымы, Воландтың шағымы деген болады. Деп ойлайсың, иә. Ана не дейді ғой, енді мен бұл ойыннан шығып жатырмын, ойынның қалған жағын адамға қалдырдым деп. Себебі маған жұмыс шайтанның шағымы деген қосылғанда Ибраим Юсуп сондай дәрежеде берген. Ана бір жерім ба, анасын өлтірген Құдайбазар сотта берген сөзін көрсең, мені шайтан жолдан адастырды дейді да. Мен оны танымаймын. Шайтан, мен при чем тут деп айтты да, вообще-то не. Яғни бұл менен адамзаттың сондай адамдар бар. Шайтаннан өткереді деген зат. Жаманлығы, Науаиның сондай жердегі қосығы, адамдар бар. Адамдардың нақшыдыр, адамдар бар. Хайван ондан яқшыдыр деген қатарында да осы затты береже сатира арқылы беріп жатыр да. Мен батырлығына хайран қалып отырғаным Құдайсыз жәмиетте бұл шайтан, жаңа мистиканы батырларша берген да. Енді мен көп сөйлей бермей қояйын. Толықтырамын десеңіз. Өткенде өзім сөйлесіп отырдық та, камерасыз. Бас қаһарман кім деп айтпаймын? Өзің ойыңды айттың ғой. Мастер деп айттым. Мастер деп. Меніңше Воланд. Себебі баста жазып отқан кезде гастроль Воланда деп айта жоқ болғанда кітапты. Атын қоя жоқ болғанда. Хам бәрібір шығарманың ішінде басынан аяқ хамелек былғап жүрген, әме жаңағына өзбекше фитна дейді, хилелердің басын бәріне ұстатып да Воланд. Сол арқылы көрсете жоқ болған. Кейін бұл кітаптың экранизациясы хақында айтатын болсақ, маған алдыңғы түсіргелер ұнамады. Не үшін? Себебі мен жаңа Воландтың образы қатты қызып қалдым да, қандай болады, не қылады деп. Ашып бере алмаған малдың алдыңғыларында жасы үлкен кісілер отырыпты да, ғарлар, нелер. Ал 2024 жыл шығарған киносында бір неміс бала ойнаған екен. Бір не дейді, хақиқи рөлге кірген. Сөйлегерлері, күлгерлері, түрі, әммесі Воландты жақсы қылып ашып берген да. Менімше бас қаһарман берді Воланд. Бұны 12 жыл жазған. 12 жыл жазған, әр түрлі атлы. Бұл кітап негізі баспаға шықпаған ғой. Кейін өлімнен кейін шыққан. Басылағы дәсілебінде де бұны шығармаған. Әр түрлі атлармен аталған екен. Мысалға Воланд және шайтан әр түрлі атлармен аты бар екен. Көп аты бар. Осы Булгаковтың әмме шығармалары, әммесі емес енді, басым көпшілігі сол уақытында баспадан шықпаған ғой. Итюрек, олам сондай 62 жылдан кейін жарық көріп жатыр кітаптары. Жаңа сен кинофильмін айттың ғой, жақында шыққан кинофильмін. Мен сол жерге толықтыру үшін айта жақпан, алдыңғы кинолар ұнамады деп не? Енді ол гәп маған ұнамады. Мен алдын 2000 жылдың басыларында шыққан бір кинофильм бар, сериал шыққан да. Сериал ау. Оның сериалдық беді, ал жазбасам. 2004 па, 2005 па? Содағы Воланд образы. Сен азар ана жақында шыққан кинода жас Воландты айтып отырды ғой. Өзі айта жаңа бұл шайтан деген нәрсе адамның көзін қамастырып, өзіне тартып тұру керек та. Ол ғары кім ғары болғысы келеді ол жерде. Мен соны айта жақпан, анадағы ғары бір үлкен кісі ойнаған ғой, ғары кісі ойнаған. И сода айтып отырды да. Мен сол ғарының образында ана дүнияның шегіне барған дейді ғой, дүния жаралғанда бар болған адам, яғни адам деп шайтан. Дүния жаралғанда бар. Содан бері театрды сондай бір ғары да есатқа таңғамайды, мен әтен біледі деп. Дана, дүнияның көпті көрген шайтан да. Дүнияның шегіне шыққан нені образды көрдім да мен енді сол кинодағы несінде. Сол несінен басылады ғой. Енді «А вкусах не спорят» да? Сондай да? Пікір енді. Һәм өзінің көзқарасы бар. Мысалы ана мантық ілімінде осы жерде бір қосымшасы барында дизункция деген нәрсе бар екен да. Бұл геометриядан кіріп келген нәрсе екен. X-тің дұрыс екені Y-тің қате екенін білдірмейді дейді. Яғни сен басқа неден қарағансың, мен басқа нәрседен қарағансың, сіз басқа жақтан қарағансыз. Точка зрения басқа да? Енді басқа адамдар басқа неден қарайды. Сол үшін кітап қорына ұшастыру керек. Сен бір қабытты қалып қояды дейсің. Мына бір жердегі ана Москваға келген жерлеріне қалай пікірің қандай? Москваға келеді ғой. Театрда, театрда ақшаны жоғарыдан шашып жіберді. Қасындағы Азазеллова, Бегемотлар хақында да пікірлеріңіз. Команда болып, әмі жақсы бұлғап жүр солар. Кейін сол айтады ғой, Воланд адамдар өзгермепті деп, сөйтіп кітапты шолып жатқан кезде де бар ғой, адамдар рас айтқанда отырып ақылды болады, адамдар сондай өзі деп. Мен рас айтайын, көшеге шығып танау керек,
90% адам сөйтіп аспаннан пұл түсе алады әңгіме. қазір ham созат болады да ол. Алады. Оны адам өзгермейді мен да. алмаймын деп отырған болмайды ол жерде. сол бір жеріне тоқталсам, жаңағы театрда концертке ұқсаған бір не береді ғой, иә? Сөйтіп адамларды мен сол бір жер ұнайды да, волонт отырыпты. Мен мына жерде сызып қойған жерім бар еді, толықтайтын шығармын. Волонт отырыпты да, әр түрлі фокустар көрсетіп жатыр енді. Адамдар оны фокус деп қабылдап жатырыпты. Негізі ол магия көрсетіп жатыр. Себебі атеист жеметтен оны фокусник деп не қылады ғой, білесіз ба? Сол жерде ғана адам бар ғой, алып шығып жариялап жүрген адам. Волонт жүдә зор фокус көрсетті. Енді хаммеден соның фокусын, разоблачениесін сұрайық дейді да, қайтып ашылуын. Волонт біртүрлі қарайды да, ана азазолаларым басын жылжып береді ғой, иә? Пышық жол бар. Басын жылжып береді. Бегемот. Яғни менімен ойнамасын дегендей зат та ол, не деп тұрсаң, мен фокус деп отқан жоқпын деп. И мен сол бір жердегі айтатыным, адамдардың ақшаға өш екенлігін театрда бір өзі отырыпты, сахнада бір өзі отырыпты. Вроде бы адамлардың хаммесі волонтты, яғни оны бір фокусникті көруге келіп отырыпты. Бірақ үстінен ақша шашып берген кезінде хамме деп таласады ғой. Ал бұл деп сөйлесіп жатырыпты да, пікір айтып жатырыпты да. Мен ойладым, бұл кімге айтып жатырыпты? Азазоллоға, бегемотқа айтып жатқан жоқ та ол. Ол ашуланып мен айтып жатқан Құдайға сөйлеп жатырыпты деп жатқан өзімше ойладым да. Адамлар яғни мынан қара деп жатырыпты да, адамлар жаңағы өлімтіклігін қара деп, ақша үшін не қылып жатырыпты деп не? Созатты кеше өздерімізде де болды ғой, Қазақстаннан інінен келді, айфон беремен деді. Ана жердегі масқара балалар жиналып қалды, табу адам көп топланып қалды. Сөйтіп енді жәмешілік тыныштық сақтау үшін келмей қалды. Ана жерде жиналған адам жаңағы жоғарыдан ақша шашатындай болды да, ол жердегі ситуацияда сондай болды ғой. Волонт қазір келгенде сол айтатын еді. Сонда да айтады деп сахнаға барып, адамлар бұлар өзгермепті. 20 жылдан бері өзгермейді ғой адам. Адам бізде тарихта айтамыз, адам өзгермейді. Дүние ақырына шекем өзгермейді. Технология өзгеріп жатыр да. Адам біз айтамыз ғой, заман өзгерді ме деп, заманда тұрған гәп жоқ, адам өзгерді. Сондай, андай адамның болған қаманы хакимиятқа, өзін танықлы болуға, ұлма не десек болады, ішқын қандыруға, ұлма сондай затты адамның несі таусылмайды. Себебі әмме уақытта бірдей. Бұның гениалығы сондай да, яғни бұны әмме оқи алады. Неше жылдан кейін оқи береді ғой, шығармаға айланған. Мастер прототипі өзі. Мен ана ытыва бере жақ жерім бір жеріне білесіз ба, бал болады ғой. Маргаритан менен волонт бал қылады ғой. Сонда балда Ферида ма бір қыз бар ғой, білесіз ба, жылайды. Жылай береді, соған платошка тұтып тұрыпты. Неге бұл жылап жатырыпты десе, баласын буып өлтірген деген жер айтылады ғой, білесіз ба, кітапта. Бірінші хайеліне, мен өмірін үйрендім да, бірінші хайеліне үйленген уақытта той болмастан бұрын екі қабат болып қалады екен да, хайел. Сөйтіп аборт қылдырады екен. Сөйтіп той болғаннан кейін және аборт болады екен да. Сөйтіп Булгаков бірнеше мәрте айтқан екен, бұның үшін мені Құдай кешірмейді деген гәплерді айтады екен да. И Булгаков соған бола ішінде қиналуы бар, ана аборт қылдырған, яғни хайелін өлтірген деген образды сол жерге беріп кеткен да, яғни хайелінің несінде, бірінші хайелінің ана несі кейіннен не жері бар ғой, мастер жиллеханада ғой, бездомниям жиллеханада деп неған кезде танысып қалар ғой, ана ұшырасқанда айтып берген кезде мен бір уақыттары бір қыз жақсы көретін едім, қазір уже оны есіне алмаймын, анау сол жерде де Булгаков өзін айтып отыр да, бірінші хайелі менен бірінші хайелін жақсы көрген, қазір есіне алмаймын, бір уақыттар болды, ана соның тілінен айтып жатырыпты да. 1930 жылдары қайсысын екен ана ядымда жоқ, Булгаковтың шығармалары оны басылмай қалады. Келеді театрға не? Кім авторы? Булгаков. Жоқ қой, керек емес. Кітап шығаруға келеді, кім авторы? Булгаков қой, керек емес. Соның жерлерде басым көп болады да. Бұның ішінде де сондай, иә? Понтий Пилатты шығармай қалады ол. Шығып критика қылады, олам сондай. Ходосевич деген критик болады. Сол қатты Булгаковты атын былғап критика қылған. Яғни нағыз өзінің несі прототипі, өмірі осы кітапта келген. Қайта-қайта бұны түзете берген, қайта-қайта жаза берген. И сол жерде бірінші қолжазба варианты жанып кеткен деген өзі жағы. Сол жерде мына жерде мастер жағып жібереді ғой. Әйелі алып не қылады, иә? Маргарита деген той. Мына кітапты оқысаң, ұстаны аяп кетесің ғой. Өмірі деген дозақ десең болады. Булгаков сондай болған. 1930 жылдар жаңағы кітабы басылмай қалды. МХАТ деген жер бар ғой, жұмыс істеген жер, театрда. Одан жұмыстан шығарып жіберді, жұмысқа алмайды енді, ол цензураға түсіп болды, ұнамай қалды жоғарыдағыларға.
һәм бұл айтады, мен жұмыс істемейді екенмін, мен дөретуші инсанмын, мен жұмыс істеуім керек, пұл табуым керек, семьямды бағуым керек десе, онда мен кетейін саптерге десе, жібермейді да. Я кетуіне жол қоймайды, я бұл жерде жұмыс істеуіне қоймайды. Ақырында Сталинге барып тұрып ілтимас етеді ғой жұмысқа орналасу бойынша. Хат жазады, Хат жазады. Мен бір кете жақ болған уақытта туралы естідім. Совет хакимияты бұл қатты ақыллылығы өзіне түрткі берді да, сатирасы күштілігі. Сол жәмиеттің енді орнап жатқан уақыты ғой, яғни СССР 1922 жылы орнады. Большевиклер келіп бұлға батырған уақыт қой деп қарасақ та. Мен бір не уақияны естідім да, анық білмеймін. Бұл кете жақ болып батырған уақыты хақында. Үйіне Сталиннің өзіне звонок болған екен, қоңырау болған. Әйелі телефонға шақырып жатыр. Кім десе Сталин, сенбеген да. Албырап анан үйін ойланып, үйіңе сен басшы звонок етті. Содан кейін оны жаза алмаған ба? Сол қалтырап қалған екен, содан басқа зат жаза алмай. Звонок еткенде алғанда, сен кете жақтан ба, Булгаков деген екен да. Сол кетсем ба деген ойым бар еді деген да. Сол кезде бір сұрау берген да. Яқшы кете ғой дейді да, бірақ саған бір сұрауым, сен бұл мемлекет жаман болған үшін кете жақсан ба? Я мен жаман болған үшін ба деген затты қойғанда. Ол егер Қайсы жауапты берсең ешқайсыңыз жаман бесіз десе, ешқайсыңыз жаман бесіз десе қала бер. Қала бер. Яғни бір тошқа қойып тастағанда, содан қалтырап ол тек осы шығармасының үстінде істеген екен. Яғни өлеменге шекем осы шығармасын редакторлай берген екен. Өлгеннен кейін шығады ғой. Сол уақиясының атырапында Максим Горькийді хамен танимыз, иә? Максим Горький Сталинге хат жазады. Жаңағы Ходосевич деген. Мен Ходосевич таниман дейді. Ол декадент, ол ешкім жаман, һәммен жаман көреді, бір ешкімді ұнатпайды. Бір адам жаманлау керек болса, қаралау керек болса, ең ақылды адам сол адам болады дейді. Һәм Булгаковқа менің ағайыншылығым жоқ дейді. Біз аға іні емеспіз. Мені оның қорғаудан маған ешқандай мәп жоқ дейді. Мен айта жағым, ол сондай бір талантты инсан. Біз оны жоғалтсақ, үлкен минус болады деп Сталинге хат жазып айтады. Келің ұшырасып алайық, сөйлесіп алайық, компромисқа келейік деп айтады да. Қараңда, адамдар Сталинді сол уақытта көру емес, атын естіген кезде қалтырап қалатын болған. Ал Максим Горький өзінің ағайын туысқан емес, таныс емес адамның арын аралап, жырын жырлап, Сталиндей адамға хат жаза алған. Және өзінің дөретушілігінен крест қойылуға бұл егер қорқып не қылғанда. Булгаков үшін өзінің бұл уақыттағы адамдардың мен айтамын да, жаңа күштілік, ұлы адамдар бір жерге жиналып қалғанда, заманның ауыр болуына қарамастан, хақиқатты сөйлей алғанда, мысалға мына мен ойлаймын, азыр Итюрек собачье сердцасына не қылса тоқталып өтсек, тұрғанның бәрі сатира да. Енді бұл әмме зат бар. Тарихты қандай жүрекпен жазған е бұны? Мен соған хайран қаламын. Бұл 1925 жылы шыққан екен да, шығармада. 1925 жылы жазылған. Жазылған. Жазылған шығуы бірақ. Андай шығып кетпеді ме? Бір орысша случайно дейді ғой. Сондай мен бұның батырлығына хайран қалыппын. Себебі бұна неде? Ит жүрек деп айтады. Совет дәуіріндегі жаңа басшылардың бетін ашып тастағанда, кәдімгідей бетін ашып тастаған, қандай жүрек келді, бұл хакимияттағыны ашып тастай алатындай бұның күші бар екенлігіне мен сол елге дейін хайран қала беремін шығармасының күштілігіне. Бұнда енді қысқа жерде сюжет айтатын болсақ, жаңағы Преображенский деген адам, оқыған бе? Профессор Преображенский. Өмірде де болған. Преображенский деген адам бір адамды өлтіріп алады. Өлтіріп алмайды ғой? Өлтіріп алатын беді. Өлтіріп алатын беді, сондай жаңа. Ойлады, бір өзі бір қалтында айтқанда бір пәншік болады. Пәншік бір не қылып атқанда пышақ соғып алады біреу. Сөйтіп өлген кезінде бұл одан алдын ол таярлап жүреді, бір күшікті, Шарик деген күшікті таярлап жүреді. Көшедегі бір ең харзатты жеп жүрген бір жаман бір күшікті үйіне әкеп, Қытай бағып отырған болады, баққан кезінде анау соның бақтын анауым сол кезде өле қояды. Өлгеннен кейін соның миын алып, жаңа гипофизін алып, Шариктің басын ашып, Шарикке салады. Енді бұл жерде екі дайды дейміз ғой, енді екі бір көшенің бір несін әкеліп, бір инсанды жаратажақ болады. Бұл стилінде бар ғой. Франкенштейн деген. Франкенштейнде де адамды істей жақ болды, бұғылған құрастап, бұда да адам қыла жақ болды да. Бірақ меніңше бұл жерде врач адам жаратудан көре адамды жасартуды ойлаған да ол. Жасарту. Адамға келеді да, мен жас қылбайын деп қаял қызға келеді, солардың несіне шипа табу үшін соны істеп көре жақ болады да. Негізі бар ғой,
врач жаман жауыз адам. Мен диққатымда не қылған нәрсе романның басында, яғни мынада нәзер иттің нәзеріменен болады. Ақырында да иттің нәзерімен тоғысылады ғой. Сол зат бар да, яғни романның орталарында адамның нәзеріне көшеді да, и ақырында қайтадан иттің нәзеріне өтеді да. И және бір зат бар. Мен бір нәрсе этиба беріп жатқаным, адам деп атап та мен түсінгенім Булгаков мынандай зат айтады. Адам дұрыс ілім технология рауаждана берсін, ілімге қарсы емеспіз деп атап да, ілім технология рауаждана берсін, бірақ адам Құдайдың ісіне араласқан кезде дейді, Құдайдың ісіне араласқан кезде өзі ақыры вайран болады деген. Яғни адам Құдайдың жұмысына араласып жатырды, уже ненің перделерді жыртып шығуға әрекет істеп жатырды дейді. Бағана жаңа Әлішер Науаи хақында айттық қой. Әлішер Науаиның айтқан несі бар ғой, мынау гүрременен күшікті қанша қылына тәрбие, ешек болар, ит болар, бірақ болмаса адам дейді ғой. Сондай бұлам бәрібір қанша тәрбиелағанмен бұл зат мынандай болғанда сол уақыттағы саясатты бір көрсетіп берген ғой мына кітапта. Бұл не дей жақ, жаңа заманға өту үшін мынандай иттің понятиясыменен жаңа заманға жақсы адам болып өте алмайсың, оған бір постепенно жолдармен бару керек деген затты түсіндіріп берген да. Бұл жерде Шарик ит қой енді. Бір итлер өз білеміз, табиғаттан бір адам жақсы көреді, ойнайды, күледі. Бұл не қылды? Ит адам болды да. Жауыздың бәрін істеді. Адамларды алдады, жаңағы өзіне бір ақылын создавать етті. Жаман қасиет болса бәрін елеп алды да. Ит болған кезде ешкәп еді, ит болған кезде жүдіп еді, ешкімге зиян тимей, хаммеге сакырып. Суға күйіп дейсің. Адам болған кезде сондай бұзылып кетті да бұл. Ақырында профессордың өзіне наезжать етіп бастады ғой. Өзінің құқығын талап етіп, үйленемен деп ананы алып келді. Французская любовь па? Кітаптың ішіне бір пайда алады деген жер ғой. Мен бірінші бетіне өзім жазып қойдым. Яман не қылдым? Преображенскийдан сұрайды ғой. Қасына келіп, сіз жас үлкен адамсыз, қалай Хамесқа уақыт тауа бересіз дейді. Сол кезде айтады, еш жаққа асықпаған адам Хамесқа үлгереді дейді. Марғұлан Сейсенбайдың бір подкастында естіп қалып едім, жас үлкен адамлар, ғаралар ешбір асықпайды дейді. Бірақ оларда уақыт шекленген ғой, шамаласып қалды дейді. Ал жасылар дейді, әмме жаққа асығып жүреді. Бірақ оларда уақыт көп қой дейді. Не үшін дейді? Жас үлкен адамлар дана, біледі дейді. Асығу бұл шайтаннан. Асықса бір затты бүлдіреді, еш нәрсені кәміне келтіріп істей алмайды. Сол нәрсені айтқан. Бұл жерде кім айтып отырыпты? Врач, еш жаққа асықпасаң, Хамесқа үлгересің. Сен өзіңді басып ал деп. Растанам, кино көріп отқандай болып тәсірленіп отырдым да. Бұл жаңағы суды ашып жібереді, суды ашып ваннаның ішінде өз білген қылып құтырады, ішінде жүріп пышықты өлтіреді, сөйтіп қапыны ашып жіберген кезде су шашырап кеткенде төменге түсіп кетеді ғой. Бәрі көз алдында бір кино көріп отырғандай болдым да. Хан бұл 62 жылдан кейін бұл шығарма жарыққа шығады ғой. Ол кезде кім Михаил Афанасьевич өліп алып кеткен еді да. Өлгеннен кейін бұл шықты, шыға сала уже кинолар шықты. Бұл өздерінде Россияда шықпастан алдым, бұл жаңағы Францияда, Германияда, Англияда баспадан шықты да. Бұл уақытта уже әмме мемлекет бұл кітапты бір таналып болған еді. Бұның ішіндегі сюжетлар бір-біріне ұқсамауы, жаңағы Шариковқа жаңағы Швондердің кіжік жіберіп отырады ғой, туылғаннан бастап. Сенің атың болу керек, сенің гуахнамаң болу керек, сен жаңағыдай аты фамилияң, жаңағы удостоверениең болғаннан кейін, гуахнамаң болғаннан кейін, мен сені жұмысқа жайластырамын дейді, сөйтіп жұмысқа жайластырады, ана пышықлар неғылатыған жерге. Сол кезде Филипп Филиппович айтады да, Швондер дейді да, бір затты білмей атырыпты дейді да, бұның бір ақмақлығы дейді да, бұл дейді маған қарсы бұны қайрап жүріпті дейді да. Мен бұны дейді жақсы кәппен алдастырып дейді, өзіне қарсы қайрасам, өзіне бұл дұшпан болатынын білмей атырыпты дейді да. Қандай Филипп Филипповичтің қандай ақылды адам екенін сол жерде көрсең болады да. Өмірде сондай адамдар бар да, жаңағы Швондердей адамдар. Әммен гүж-гүждеп, әмменің ортасына от тасталап, содан біз зауқлана ма, білем. Бұл домалақ арза жаста қорқыңдар деген Ибраимовтың қосы бар ғой. Қызметінен көптер ұрылып кетті. Бұл өлген соң қоңсы қабірдегі жатқан марқұмдар қорқып тіріліп кетті дегендей. Сондай адамлардың несі да? Швондердан жақсы көрсетіп берген да, бірақ Михаил Булгаков
легенда бірақ. негізі бұл кітапқа шолу жасы мына кітаптың өзінің бетінен көп болып кетеді. 100 бетке жетпес бұл кітап болса, бірақ бұны бір сағатлап сөйлесіп отыруға болады да. Бұның және шетелде бар ғой. Хит болған, хит дейміз, тренд дейміз ба, бір танықлы болғанның себебі бұл сияси тарапан бар. Себебі ол кезде СССР сырт ел жамалайды, сырт ел бияқты жамалайды, бір-біріне атаны оқтап алмай жүрген кезде бұл іштен шыққан бәле болды дейді ғой, тырнақша ішінде сондай нәрсе болды. Джордж Оруэлл осыдан илхамданған. Скотный двор. Малхана деп бе? Малхана. Кәдімгі алып деген дейді, Тәсірленген да. Тәсірленген жер. Біздердің Совет мемлекетін ашып берген ғой, бірақ кәдімгідей ашып берген. Сол уақыттағы Джордж Оруэлл зор жазған, бірақ Малханан. Мен жаңағы бір жердегі неге де кете тоқтала жақпан да, шайтан, яғни Воланд образына қайттан келе жақпан, бұлам толығырақ үлкен шығарма ғой енді. Неде жәрдемді қара Воландтан күтеді да. Неге дұрлы жәрдемді Воландтан күтіп тұрды да, болмаса ол. И ақырыға мені не қылған жері, мастер покойға кетеді дейді, ол дозаққа кетпейді, ол жәннетке кетпейді да, ол тыныштыққа кетеді. Фаустта да осындай емес пе? Мынандай не керек еді, как бы Булгаковқа да маған тыныштық керек. Сөзі зор кетті да. Тыныштық керек деген не да, мен сол не ұқты да, деймен да. Бұл неге бұл дозақ? Дұрыс, полный қосамын. Диавляда деген дұрыс оқыдың ба? Яқ дейді ғой. Яқ мен оқымадым дей жақпан. Дұрыс оқыдың бірақ. Құлас сол кітабында кішкене несі да, сюжеті. Өзі рус әдебиетінде мысалы лишний человек деген бір образ бар. Мысалы бұл Лермонтовтың герой нашего временидағы Печорин образы. Бұл да маленький человек деген мәсі. Маленький человек кім? Бұл апай жұмыста істейді. Орысша айтқанда власть дейді ғой. Біреуге тәсір ету несі жоқ. Тек өзінің жұмысын істеп жүрген адам. Бірақ сол адам жәмиетте аяқ асты етіледі. Соны айтқанда. Һәм бюрократия. Ішіндегі адам жаңағы ана хабар, міне хабар, ана документ тәйірлі, мына документ тәйірлі, бейшара жаңағы солың дәулеміз көтеріп өліп қалады да. Һәм сөйде неге кітаптың аты ондай десе, сол бюрократияны, сондай жәмиетті бір күшсіз адамларды және де аяқ асты етуді жазғанда. Сөйде мен ядыма келеді, Достоевскийдің бір айтқан гап ядыма келеді. Адамлар күшті адам жаман көреді, бірақ оған бойсынады дейді. Бірақ күшсіз адамды жақсы көреді, бірақ оны аяқ асты етеді деген. Бұл шығармада да жаңа инсан маленький человек деген образы аяқ асты етіледі. Бірақ хами аяйды, бейшара дейді, бірақ ешкім оған жәрдем бермейді, аяқ бетте аяқ асты ете береді. Кейін мына топламында жерде жасылау орайында да бар екен. Қырушы мәйекелер тұқымлар деп аудармағаламыз ба? Раковые яйца деген кітабы. Мен сол кітапты оқыған кезде бір нәрсе, бірінші болып ядыма келген нәрсе Голливудтағы фантастик кинолар бар емес пе? Осыдан илхамданған ұқсайды да. Бір алым бір мәйектің қандай бір нәрселерін өзгертіп, енді бұл врач қой. Қандай бір нәрселерін өзгертіп, тауықларды көбейту, оларды және де үлкен қылу, агрессив қылудың жолын табады да. Һәм бұны біліп қойған жаңағы бай адам сразу не қылады, келеді да, ке бизнес қылайық. Мен сырт елден адамның тауық алып келемін, мәйек сен үлкейтіп бере бересен деп айтады да. Сөйтіп яқша дейді, жаңағы алым онда сен маған эксперимент үшін сырт елден жылан мен крокодилдің тұқымын әкеліп бер дейді. Яқша дейді. Әкелген кезде бар ғой, орын алмасып кетеді да. Сөйтіп ана кім бизнесмен адам бұған айтады алымға, бұл мәйегіңнің сырты орысша айтқанда что-то не то ғой, грязь бар үстінде дейді да. Бұл мүмкін емес, спорт жер дегенде айтады да, әтібарсыз болады. Бірақ ол ана жыланның мәйегінің тамырлары екен да. Кейін не қылады, анау білмейді ғой енді бай адам жыланның несін үлкейтіп жібереді да. Жаңағылар деген крокодил мен жылан сондай үлкен болып кетеді, ана қаланы қырады әме. Бұған тоқтату үшін әмме аяққа тұрады. Милиция бола ма, әмме күштердің бәрі аяққа тұрады. Яғни сол сахналарды оқыған кезімде көз алмай келді да, Голливуд киноларында крокодилдар үлкейіп кетеді, Годзилла деген кинолар бар еді. Бәлкім осыдан илхамданған шығар. Булгаковтың шығармалары растан қаттыға өткір сатирасы өз алдына Азазеллоның ба? Достоевский өлмейді деген жері. Достоевский бессмертен.
Достоевский өлді ғой деп айтқан кезде Достоевский өлмейді деп айтады ғой. Бағы жүреді. Ооба. Жазушының ішкі сезімдерін несін беруге не қылған шығармада бұл. Расында көп әр түрлі талқылай берсең болады бұл шығармаларды. Жаңа айттық, Булгаков 3 мәрте үйленген. 3 хаялы да бұған жәрдемдескен деп айтамыз ба, айтып айтсақ болады. Мысалы, пайдасын тигізген. Мастер и Маргаританы көп адам түсінбей қалады, бір түсініксіз болып кетті дейтін. Неге? Себебі бұл шығарма жұмақланбаған. Булгаковтың өзі болды мен жазып болдым, мынаны шығара қойың демеген да. Оны өлгеннен кейін хаялы жинап, мысалы, Собачье сердцені да Мастер и Маргаританы да жинап сәтелде шығарып жүрген. Елена деген 3-ші хаялы болады да. Бейшара жаңағы шығармаларын алып Парижға барып бастыртады, Германияға барып бастыртады, Англияда бастыртады, Москвада да цензура босып бастыртады. Әттекі Булгаков өлгеннен кейін қабірі қараусыз қалып кетеді. Үстінде Незабудка деген гүл өсіп тұрады болған. Басқа еш нәрсе жоқ. Себебі ол цензурада ғой, өлгеннен кейін тыныш қоймайды да оны. Бірақ хаял не қылады? Николай Гогольдің алдыңғы қабірінің басында тұрған Голгофа деген тас болады. Сол тасты тауып алып бір жерден, енді ұсталарға керек емес ол тас. Бірақ ана керек болып тұрғанын біліп тұрып, қымбатқа сатады да. Неше сом болса сатып аламын дейді. Енді бұны көтеріп апару үшін, орнату үшін ұста керек, көп ұста керек десе, неше болса да аламын бәрін деп, жаңа хаял әкеліп, қабірдің тасын қойып, күйеуі өліп кетті. Бірақ осы нәрселерді не еді? Күйеуім жазды ғой, мен еді ғой деп ізінен жуырғанда, сол жерде бір нәрсе жазға келеді, Ибраим Юсуповтың қабірінің басында бір жақсы хаял жылап қалмаған соң өлген болды ма дегенде ізінен жүргенде Достоевскийді айттыған. Достоевский, Булгаков, Сәкен Сайфуллин, бұлар көп. Әмесі бұларға талант берген де Құдай Тағала. Талантпен қасына қосып, хаялларынан жіберген де. Бұларды неғылсын құтқару. Достоевскийдің өмірлік жолдасы хақында кім Толстойдың айтқан пікірі бар еді ғой? Мен айта жағын қосымды. Бірақ расымен бұлар қақиқи күшлі ілімпазлар, алымлар ғой. Мынау әдебиатшы болсын. Өмірде алымлар бар, басқа нелеріне. Қасындағы өмірлік жолдасы жақсы шығып, алып кетіп не қылғанда, Сократтың гәпі бар ғой. Не қылғанда да үйленің дейді ғой. Жақсы қатын шықса жақсы жасайсаң, жаман қатын шықса философ боласаң деген. Ана адам келеді. Іліми жұмысым давам етейін ба, үйленейін ба дейді. Үйлене бер дейді. Хаялың жақсы шықса, алым боласаң, жаман болса. Соның бары Қарақалпақша несі бар екен, мен бір апамнан естетінім. Хаялың жақсы болса, хоп-хоп боласың, хаялың жаман болса, философ боласың деп фольклорда да. Соны өзгерткен тап сондай, кімнің, мысалға Лев Толстой, менен Достоевскийді қосайын деген. Айтқа ядыма келді. Енді Достоевскийдің ең ақырғы 3-ші хаялы көп кітапларын шығарап деп жүрген ғой. Жазайық. Сен айтып тұр, мен жазайын деп. Бір несіне кім хақында пікір білдіріп өткенде Достоевский хақында. Екеуі бір-бірін көре алмаған деген гәп жүреді ғой. Бірақ негізі көрген, таналған деп ойлаймын. Таналған. Адамлардың хаялы қандай жақсы. Өзі бір түрлі адам болса да, оның шығармаларын шығарып, жан күйдіріп жүреді дейді. Сондай адамлар бар. Өзі жақсы, алтынға тең. Сондай мәнісіне. Бірақ олардың хаялы оңбай қалған десіне. Достоевскийді сен бір оңбай қалған картожниксаң, сен бір хаялың жақсы шығып, сен кітапларың шығып жүріпті. Мен бір сондай бір дүр адамнан, мен хаялым мен немені түсінбей жүрді деп айтқандай да. Енді бұл расам гәп емес шығар, өтіргем гәп емес шығар, халықтың арасындағы неді? Кішкентай бала атасынан сұрайды, ата үйленген жақсы ма дейді ғой, сөйтіп тұрып. Жақсы, еш болмағанда бір дәртілесің болады дейді ғой. Менің дәртім жоқ қой дейді. Үйленсең дәртің болады ғой дейді ғой. Бірақ сол хаял адамның орны хақиқаттан білген. Мысалы, бізде айтамыз, хаял адам нәзік деп, бірақ олар эмоционалды тараптан күшлі болады. Анау мұнау еркек қалмаған нәрсе айтып қалды. Содан кейін бұларды ұстап тұрып, мынандай бол деп білмейміз ғой, бізде қандай эмоционал уақытында қасында отырғанын білмейміз ғой, тыңлап, соны басып отырған шығар, может да, мынандай затқа шыдап жасау мүмкін емес қой. Біздерді алдап слабый бол деп айтады ғой олар. Бірінші тойында да Татьяна Лапа айтады ғой, жаңағы қайтадан айта берейін. Мен қайран қалдым, көйлегім жоқ дейді, келін көйлегім жоқ дейді, мамам келіп қорғып жылап жіберді деп. Соған не үшін көнген? Жақсы көрген де Булгаковты. Өзі оқушы қауыміне де айтайық, мысалы бізде талқылап отырмыз, не үшін бұл шығармаларды оқу керек, мысалы ауыр деп атпыз санаға, бірақ
сіздің ой өрісіңізді байытады бұл шығармалар. Сіз бұл шығарманы үйренгеннен кейін сізде әртүрлі өмірге деген көзқарасыңыз кең болып, мына дүния, жаңағы жәмиет, келешек хақында, инсан хақында, жәмиеттегі инсанның орны хақында, инсан өзін қайту керек қандай қиын уақытларда. Мен сол нәрселерден үйренеді деп ойлаймын. Сондан кейін бұл шығармалар, яғни классик шығармалар, содан кейін керек адамға. Мына біздердің бүгінгі жәмиетте көпшілік психологик басымға шыдап жатырғандығы айтылады ғой, әртүрлі психологик, әртүрлі кеселіктер бар. Не үшін кеселіктер бар? Адамның рухи дүниясы азайды. Адамдардың рухи дүниясы азайған. Неге бұрынлар айтады ғой? Кеште басылансақ, таңға шейін жырау дастандар, әртүрлі бақсылар қайта айта берген. Неге айта берген? Білгеннен кейін, яддан айтқа берген, рухи дүниясы бай. Болмаса біздердің жасап өткен, мына тарихтағы адамлардың жасап өткен дәуірі аңсатып болмаған. Бізде қазіргі уақытта бізде еркін, жақсы жәмиет, біздер ең жақсы дәуірді жасап өттік, тарихын қарайтын болсақ, ең жақсы дәуірді жасап өттік. Бірақ неге ең жақсы дәуірді жасаса да адамлар түскен кейпиятта дейді. Бұл мен ойлаймын, рухи дүниясы кем. Мына кітапларды оқыса, рухи дүниясы өз-өзінен байиды. Өзі айтады, жеңіл аңсату уақытлар бейғам, жаңағыдай еріншек адамдарды жаратады, ал ауыр уақытлар хақиқи адамды жаратады. Мысалы, Булгаковтың Булгаков болуына сол басым себепші. Егер оның басым болмай арқаны жаза бер дегенде, бәлкім бұндай шығарма жаза алмаған болар еді. Мүмкін. Достоевский қамалмағанда. Жириновский айтады ғой. Достоевскийдей жазушылар шығу үшін оларды қамап тұру керек деп айтады. Жауызды. Оларды өлімге үкім еттіру керек деп. Нерде жазып қойды да? Итюрактың басып қойды, құрметті президентіміздің сөзі жазылған екен. Бүгін кітап оқыған бір бала, ертең телевизор көріп отырған 10 баланы басқару мүмкін дейді. Ақиқатында да кітап оқымасаң, әмме сұраулардың жауабы кітапта. Олай болса, бүгін Булгаковтың ең жақсы шығармалары атырапында айланып, солар хақында сөйлеп болды. Сіз Булгаковтың қайсы кітапларын оқыдыңыз һәм бүгінгі пікірлерге өзіңіздің пікірлеріңізді комментарийларда бөлісуіңізді сұраймыз. Подписаться етің, лайк басың һәм өздеріңіздің комментарийіңізді жазың. Біздердің сол әр түрлі тілдерде сөйлегеніміз үшін сіздерден және бір мәрте кешірім сұраймыз. Осының менен подкасттың 4-ші саны жұмақланды. Рахмет. Бірақ мына кітапқа қайтып келеміз. Бірақ мына кітапқа қайтып келеміз.